Қайырлы күн. Төңкерілген оқыту технологиясын мен өз оқырмандарыма 2024 жылы республикалық «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында жыл кітабы, қазақ балалар әдебиетінің классигі, әлем таныған жазушы, қазақ әдебиетін хан тәңіріндей биігіне көтерген қарымы бөлек қаламгер Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа» шығармасында қолдандым. Төңкерілген оқыту технологиясы бұл әдіс оқырмандармен жұмыста өте тиімді. Менің атым Қожа кітабын оқырмандарыма сілтемелер арқылы үйде оқып, ізденуге тапсырмалар бердім. Бұл сілтемеде Менің атым Қожа шығармасынан видеолар, көріністер берілген. Ал жұмыс процесінде соған талдау жұмыстарын жасайтын боламыз. Менің атым Қожа повесті кімдерге арналған шығарма және шығармадағы Қожа бейнесі. Менің атым Қожа повесті балалар үшін шығарылған өте құнды шығармалардың бірі. Бұл шығарма негізінде жасөспірімдер мен балаларға арналған шығарма. Себебі онда мектеп жасындағы бала Қожаның өмірі туралы, оның түрлі қиындықтармен күресуі және де достық пен адамдықтың арасындағы маңыздылықты бейнеленген. Қожаның бойындағы балалық қылықтары әр балаға күлкі сыйлайды. Қожаның бойындағы ақаулығы, сотқарлығы, барлық баланың бойындағы қасиеттер де болмайды. Бірақ шығарманың соңында Қожа өзінің тәртібі мен мінез-құлқын түзетуі барлық баланың бойындағы қасиеттер. Шығармада тек балаларға жақсы мен жаманның арасындағы айырмашылықты көрсетіп қана қоймай, одан өз тілінде тәлім-тәрбие алуға үйретеді. Менің атым Қожа шығармасындағы Сұлтан шығармадағы негізгі оқиғаға қатысатын Қожаның досы әрі серігі болып табылады. Сұлтанның бейнесі шығарманың басынан өзін елеулі етіп көрсетеді. Сұлтан ол батыл, ерік жігері күшті, бойында жастық шақтың қызуы бар жасөспірім. Сұлтанның бейнесі шығарманың басты мақсатын ашуда маңызды рөл атқарады. Сұлтан Қожаға достық, сенім, жауапкершілік сияқты адамгершілік құндылықтарды түсіндіруге көмектеседі. Сұлтан өз досына адал және оған әр қиындықтарда көмектесуге әзір кейіпкер. Қожаның құпия кеңесі. Менің атым Қожа шығармасындағы Қожаның құпия кеңесі бұл Қожаның ақылды әрі әзіл-оспаққа толы шешімдері мен ойлары. Шығармадағы Қожа тапқыр, өзіндік пікірі бар жас бала және өмірдегі мәселелерді өз нұсқасымен шешеді. Қожа ашуға қорықпайды және әр қиындықтарды өз бетімен шеше алатын тапқыр бала. Адал бала. Менің атым Қожа шығармасы қазіргі балаларға өте тәлім-тәрбие беретін фильм және кітаптардың бірі. Осы фильм арқылы достар бір-бірін сыйлай бастайды. Мен Қожа кітабын қазіргі балаларға кеңес беремін. Соқпақбаевтан Менің атым Қожа атты классикалық шығармаға айтады. Мұнда Қожаның мұғалімдерімен, достарымен, отбасымен қарым-қатынастары көрсетіледі, баяндалады. Қожа өте ақкөңіл және өзі бір сол қылықты жасағысы келмесе де өзі бір қызық көріп жасап қояды да, бірақ соңында ол өзінің жеңеді. Осы жерде балалар тәртіпсіздігін емес, жақсы жаққа ауысқан тәрбиесін алу керек бұл жерде. Және балаларға жақсы көңіл-күй сыйлайтын шығарманың бірі балаларға оқуға кеңес береміз. Біз енді фильмінде көрдік, шығармасында оқыдық. Әлі күнге дейін қызығып болып жатса, телевизордан қарап қызық жерлерін қарап отырамыз. Әлеміз сонша оның юморлығы балаларға бір жақсы өзін тартып тұрады балаларды.
Ол үшін фильмін көруге, шығармасын оқыңыздар. Осы жасөспірімдерге, балаларға арналған шығарма. Құрметті балалар кітапханасы жобасының оқырмандары, бүгінгі жақсы Бердібек Соқпақбаевты менің атым Қожа повесті сіздердің алдарыңызда талқыланып, киносы сілтемелер арқылы көріп, өздеріңіз бүгін содан түйген ойларыңызды талқыладыңыздар. Жалпы бұндағы желідегі негізгі кейіпкер Қожа. Осы Қожаның сіздер жақсы қылықтары, бұлардың жақсы жаққа бет бұрғандығы және сол шығарма барысындағы кейіпкердің көптеген сіздерге әзіл ретінде жеткізген ойлары сіздерге қатты ұнады деп ойлаймын. Және сонымен бірге мағынаны сіздер үшін де қажет. Қожаның айнаға қарап, мен енді жақсы бала боламын деп уәде бергені, бұл қазіргі заманға да сәйкес, бұрынғы заманға да сәйкес келетін желі деп ойлаймын сол жерін. Сондықтан барлықтарыңызды осы тағы да менің атым Қожа кітабын әрі қарай оқырмандарын кеңейтуге шақырамын.